Сәлем достар. Бүгін 2020 жылда шыққан тыныштық фильміне шолу болмақ. Фильмнің оқиғасы Гонконг қаласы жойқын су тасқынынан кейін су астында қалған кезеңде өрбиді. Басты кейіпкер Аша есімді жас әйел, ол аман қалғандардың бірі. Ол жартылай қираған ғимараттың жоғарғы қабатында жасырынып, жалғыз өмір сүреді. Оның жалғыз мақсаты тірі қалу. Бұл жерде өмір сүруге қажетті заттардың бәрі бар. Аша барлық құнды заттарын жасырын жерлерге тығып қояды. Сондай-ақ қолдан жасалынған шамды пайдаланады, өйткені мұнда электр энергиясының қоры жоқ. Ол радионы қосып көреді. Бір сәтте эфирде қалада аман қалған адам бар дейді, және өзінің тұрып жатқан жерлерін айтады. Алайда соңғы сандарды шуылдан есту мүмкін емес. Соңғы кездері жаңбырдың жаумай кеткеніне қынжылады. Аша күнделікті бич пакет дайындап ішеді. Тамақтанып отырып өткен өмірін еске алады. Ол бақытты, ауқатты, бай қуатты отбасынан еді. Өмірдің бар қызығын көріп жүрген. Ол қираған ғимараттарды қарап тұрған. Бір мезетте судың бетінде қалқып жүрген қорапты байқайды. Қолдан жасалынған гарпун арқылы тартып ғимаратына кіргізеді. Бірақ осы кезде қолын жарақаттап алады. Қораптың ішін ашқанда пайдалы ештеңе таппайды. Тек бір бөтелке шарап шығады. Шарапты алып жарасын тазарту үшін алып жарасына құяды, қолын таңып. Бөтелкеден 1-2 жұтым ішеді. Қолын таңып алады. Жинаған суымен қолдан жасалынған душты қабылдап, киініп алады. Заттарын орнына қойып, жуылған киімдерін жайып қояды. Қолына дүрбісін алып, қайтадан бос қалған қаланы бақылайды. Қарама-қарсы беттегі үйде бір топ адамның жүргенін байқап қалады. Олар төбелесіп жатқан болатын. Біреуі ғимараттың төбесінен бақылап тұр екен. Қалада қарақшылар пайда болған секілді. Аша барлық заттарын шұғыл түрде жасыра бастайды. Киім салынған шкафтың жасырын бөлігіне кіріп кетеді. Біраз уақыттан кейін оның үйіне қарақшылар келеді. Олар тамақ пен құнды заттарды іздеп, үйді астан кестен етеді. Аша өте сенімді жасырынған. Аша өзін тыныштандыру үшін бейбіт кездегі әпкесімен бірге отырғанын есіне алады. Қарақшылар оны таба алмайды. Қарақшылар кеткеннен кейін Аша шкафтың шығып, өзін қауіпсіз сезінеді. Ол ұйықтап жатқанда оған сұмдық түстер кіреді. Цунамидің қайта болған күнін қайта көргендей болады. Келесі күні қораптың суда жүзіп жүргенін көреді. Қорпатың ішінен манекен мен парик шығады. Тағы бір қорап табады. Бұл жолы азық-түлік салынған қорап екен. Оның ішінде бүлінбеген тосап шығады. Бұл тосаптың дәмі ерекше болады. Судың бетінде қалқып жүрген қызды көреді. Алғашында оны өліп кеткен деп ойлайды. Өзінің үйінде күмәнді дыбыстарды естиді. Артына бұрылғанда дәл сол қыз артында тұр. Қыз жөтеліп жатыр. Аша шамын алып оны іздеуге кіріседі. Одан қорқып қашып кетеді. Аша қолын жуып сабынды әдейі қойып қояды. Сол кезде әлгі қыз сабынды алып жемекші болғанда, оны Аша ұстап алмақшы болғанда, оны ұрып қаша жөнеледі. Кішкентай қыз қашып кетеді. Қыз шам жағып үйдің ішін ақтарып жүреді. Аша бұрынғы өмірін есіне алады. Ол сәнді киімдерді қарап дүкен аралап жүргенін есіне алады. Аша болса сән киім сауданы жақсы көретін, дүкен аралап жаңа киімдер сатып алатын. Құрбыларымен көшеде келе жатқанын есіне алды. Аша шомылып шығады. Ұры кішкентай қыз әйелдің керек жарақтарын алып кеткен болатын. Содан не керек Аша заттарының жоғын көріп, ұрлықшы қызды іздеп жүріп. Әйел ұрлықшыны көріп тәтті ұйқыда жатқанын көреді. Оны тұншықтырып өлтір деген азғынына көнбейді. Осы жолы аман қалсын дейді. Қыз да ұйқысынан тұрады. Ұрлығандарын білдіртпей жасырып қояды. Манекен тауып сонымен ойнай бастайды. Бір қораптан Ашаға тиесілі ескі фото суреттерді тауып алады. Бұл суреттерді көргенде Ашаның көздеріне жас келеді. Аша 2 порция кеспе дайындап әкеледі, өйткені бала аш қалмауы керек. Әйелдің Эми деген кіші сіңілісі болған екен, бірақ ол сіңілісін аса жақсы көрмейтін, себебі ол өз заттарын бөлісуге тура келетін. Әсіресе отбасылық алқаның өзіне емес сіңілісіне берілуі жүрегін жаралаған еді. Сол алқа қазір Ашаның мойнында жүреді. Бір мезетте екеуі достасқандай болады. Бірақ Таня оның сұрақтарына жауап бермейді. Аша кете береді. Келесі күні Аша екеуіне арнап лапша дайындап өзінікін алып шатырға шығады. Аша кетісімен банкадағы лапшаны алады. Ашаның артынан кішкентай қыз да лапшасын алып шатырға шығады. Аша мен кішкентай қыз шатырда отырып тамақтанады. Қыз Ашаның барлық қимылдарын қайталайды.
Тіпті оның лапшаны жегенде бетіне түсіріп алады. Ұзақ жылдар бойы күлмеген Ашеке шынайы күледі. Кішкентай қыз аппақ, жұп-жұмсақ төсекті көріп қуанып кетеді. Содай жұп-жұмсақ төсекке барып жата кетеді. Бұндай қамқорлықты көрмеген. Қыз өкіріп жылай кетеді. Аша оны жұбатып атын сұрайды. Хей-хей деп сыбырлайды. Және анасын сағынғанын айтып, жыламаған кейіп танытады. Аша болса түнде мен де жылайтынмын деп айтады. Келесі күні ол адамдарға сенбейтін. Кішкентай қыз есіктегі скотчтарды көріп қызық көріп алып тастайды. Есік жабылып қалды. Аша есіктің жабылып қалғанына қапаланып, аша алмай тұрғанда, кішкентай қыз келіп оңай ашып береді. Бірақ қызға Ашаның мойнында алқасы қызық болатын. Азық-түлік қоры таусылып барады. Аша су бетіндегі қарақшылардың қайығын байқайды. Олардың кез келген сәтте оралуы мүмкін екенін Аша біледі. Хей-хейге көрсетіп сақтану керектігін айтады. Хей-хейдің шашын тарап, шомылдырып береді. Бір кезде Аша алқасының жоғалғанын байқайды. Хей-хейден сұрайды. Сен менің алқамды көрдің бе? Қыз оған аянышты көздерімен қарап жоқ мен ештеңе алған жоқпын дейді. Артынша өз бөлмесіне барып есігін жауып алады. Хей-хей кір жуып жатады. Аша өзінің анасымен, сіңілісімен жиі ұрысып қалатын кездерін есіне түсіреді. Аша тағы да жаман түс көріп жатады. Оның түсіне цунами кіреді. Оны хей-хей келіп оятады. Хей-хей бір бөлмені тауып алады. Сол жаққа кірмекші болғанда, Аша оны тоқтатып ол жақта жаман иіс бар екенін және кірмеуге кеңес береді. Аша отбасында үлкені болса да ата-анасы, әрдайым Эмиге көп көңіл бөлетін, бұрын Аша анасынан көбірек махаббат күтетін, бірақ әрдайым Эмиге көрсеттін. Бұл оның жүрегін ауыртатын. Сол күні әкесі ата-бабаларының бейіт басына баруларын айтады. Оған қыздардың басқа жоспарлары бар екенін айтады. Әтетегінше ұрыс басталады. Аша бұл үйден кеткісі келетіні жайлы айтып ашуланады. Хей-хей қайтадан радиодан сигналға қол жеткізді. Және бір адамның тірі қалғандығандарлы өзіне шақырып жатқанын естиді. Бірақ Аша ешқайда барғысы келмейді. Өйткені қатты қорқады. Бұл ер жүрек қыз, батыл қыз, осы жерден қашып өз анасын табуға бел буады. Аша оған сыртта қауіпті екенін түсіндіреді. Хей-хей өзінің заттарының арасынан тапанша тауып алады, енді ештеңеден қорықпайтын сияқты. Аша өзінің ауыр естелігіне қайта оралады. Ол күн цунамидің болған күні. Аша мен сіңілісінің келе жатқан еді. Кенеттен қалада толқын лап қояды. Аша тірі қалды, бірақ оның сіңілісі сол күні көз жұмды. Түнімен найзағай ойнап, жаңбыр жауған болатын. Ол хей-хейдің оятып су жинау керектігін айтады. Олар барлық ыдыстарын жаңбырдың суларына толтырып алады. Осы кезде хей-хей Ашаның алқасын тауып алады. Ол үзіліп түсіп қалған екен, сондықтан жоғалтып алған. Ол айтпақшы болады, бірақ Аша өткен өмірін есіне түсіретін заттарының жоғалғанын қайғырмайтынын айтты. Жаңбыр жауғанын тойлайық дейді. Кішкентай қыз тағамдарды әкелуге кеткенде, Аша жоғалған жақындарының суреттің тауып алады. Аша жатарда өзінің алқасын көреді. Үзіліп жоғалтып алғанын байқайды. Ертеңінде хей-хейге қайық жасап береді. Оны көрген қыз қатты қуанып кетеді. Апат болған күні есіне түседі. Эми екеуі көшеде келе жатқанда кенеттен цунами толқындарынан қашып, Эми көз жұмды. Жалғыз естелік сіңілісінен қалған ол алқаны хей-хейгедің мойнына тағады. Жалғыз сіңілісінен топан су кезінде айырылып қалады. Одан қалған естелікті хей-хейдің мойнына тағады. Ол оның өмірінде шешкен нақты шешімі болған. Келесі күні олар қалған тағамдарын алып жолға дайындала бастайды. Хей-хейдің плеерінен шнуры шығып кетіп, бөлменің барлық жеріне музыканың дауысы қатты ойнап кетеді. Аша ешкім естіп қоймасын деп тез өшіруге тырысады. Жүзулерін тоқтата тұрады. Аша жоғарыға шығып дүрбісімен барлап келеді. Дәл осы кезде қарақшылар қайтып келеді. Аша мен қыз артарын жасыру үшін тез қимылдайды. Аша қызды шкафтың ішіне жасырып. Қарақшылар кеткен соң сасық бөлмеде болатынын айтады. Қарақшылар келіп үйдің астан кестенін шығарады. Аша өзі сасық бөлмеге кіріп кетеді. Қарақшылар үйді ақтарып шығады. Бірақ олар Ашаның таба алмайды. Олардың бірі сасық бөлмені ашады. Іштегі ақ матамен жабылған бір нәрсе жатыр деп тартып қалып, екі адамның сүйегін көреді. Ол шошып кетіп айқайлап қашып шығады. Аша тығылып отыр. Демін ішіне тартып. Аша сол кезде цунамиден қалай қашқаны жайлы есіне түсіреді. Қарақшылар үйден азық-түліктерді ұрлап, қайықтарын сындырып кетеді. Бірақ олардың бірі хей-хейдің байқап қалады. Оны сүйреп шығарады.
Қыз ештеңе айтпай біраз қасарысады. Қарақшылар Ашаны да тауып алып оны байлап тастайды. Бір қарақшы жаман ойын іске асырмақшы болып жатқанда, не істеу керектігін ақылдасып жатады. Олардың тағдыры енді қарақшылардың қолында еді. Олардың бірі Хей-Хейді өзімен бірге алып кетуді ұсынады. Аша кетіп бара жатып дискінің сынықтарын байқап қалады, өтірік құлағандай болып білдірмей алып алады. Олардың ендігі тағдыры қарақшылардың қолында еді. Әрең кетіп бара жатқан Аша. Олардың бірі Хей-Хейді өздерімен бірге алып кетуді ұсынады. Кішкентай қыз қарсыласып істеп алады. Осы сәтте Аша кетіп бара жатып суға құлағандай кейіп танытып дискінің сынағын алып үлгереді. Қарақшылардың біріне шабуыл жасайды. Ол оның тапаншасын жұлып алып, шүріппені басады. Қалған қарақшылар абдырап қалады. Аша екінші қарақшыға тап беріп гитарамен ұрады, үшіншісін еденде жатқан пышақпен жаралайды. Жердегі пышақпен кесіп өлтіреді. Бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Соңғы қарақша еледі. Аша оны үстіне бензин құйып, бөлмеге қамап шамды лақтырады. Өлмей өртке оранып қарақшылық жан айқайы шығады. Тек бір қарақшы қалады, жас өспірім бала. Аша оған тиіспейді. Оңы орнына оны шатырда құлыптап кетеді. Күтпеген жерде бұл балалда тапанша бар болып шығады. Ол Ашаны атып үлгереді. Аша жараланады. Хей-Хей қашып бара жатыр, өзеннің жағасында бір қайықтың тұрғанын көреді. Бірақ тірі қалған қарақшы үлкен жігіт оның артынан қуып келеді. Хей-Хей қайыққа мініп, жіптерін шешуге тырысады. Бірақ қарақшы оған жетіп келеді. Осы кезде жаралаған Аша суға жақындап гарпунды лақтырады. Бірақ ол қарақшыға тимейді. Қарақшы қызды ұстап алмақшы болады. Бірақ Хей-Хей оны бар күшімен итеріп жібереді. Ол суға құлап түседі. Сол кезде судың астынан алып жыртқыш шығып қарақшыны тартып әкетеді. Осы кезде Хей-Хей де суға құлап кетеді. Аша соңғы күшімен оған жүзіп барып, оны құтқарып қалады. Аша мен Хей-Хей қарақшылардың қайығына отырып алыстап жүзіп кете барады. Олар тірі қалған адамдарға қосылу үшін кетіп бара жатыр. Кино ұнаса арнама тіркеліп лайк баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.